Сәлем достар, сіздермен Қазақстанның шоу-бизнесі маған тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алматылықтар Дархан Джуз лақап атымен танымал болған музыкант Дархан Жүнісбековті ақтық сапарға шығарып салды. Ол Таиландта жол апатынан қаза тапқан болатын. Бұған дейін Сыртқы істер министрлігінің өкілі Айбек Смадияров музыканттың денесі 28 ақпанда Таиландтан елге жеткізілгенін айтқан еді. 31 жастағы әнші бүгін Алматыдағы Кеңсай зиратына жерленген. Еске салсақ, Дархан Жүнісбеков 24 ақпанда Таиландта жол апатынан қаза тапты. Кейін СМ өкілі Айбек Смадияров Таиланд полициясының мәліметіне сүйеніп, қазақстандық музыканттың өліміне жол апаты себеп болғанын растады. Дархан Жүнісбеков 1991 жылы 9 тамызда Алматыда дүниеге келген. Көпке Дархан Джуз деген атпен танылған әнші үйде, сапар, шекер, кейіпкер әндерін шығарып, өзі оны орындайтын. Оның инди-поп жанрындағы әндері ерекше жаңа стиль алып келген. Дархан Жүнісбековтың отбасына, туған туыстарына қайғыра көңіл айтамыз.